Баршаңызға сәлем. Менің есімім Арайлым. Мен Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің шығыстану факультетінің 3-ші курс студентімін. Мамандығым аударма ісі, ал оқып жатқан тілдерім Қытай және ағылшын тілдері. Осы бейнежазба менің сүйікті шығыстану факультетім және өміріміздегі ең қызықты сәттердің бірі студенттік өмір жайлы болмақ. Біздің факультет шығыстың мол мәдени мұрасына сүйене келе, шығыс елдерінің тілдерін, мәдениетін, дәстүрін, экономикасын, тарихын, саясатын үйретіп оқытуды дәстүрге айналдырған. Шығыстану факультеті 3 түрлі мамандықтарды оқытады. Олар шығыстану, аудармасы және шет тілдер филологиясы. Сонымен қатар, біздің факультет 6 шығыс тілдерін оқытады. Олар Қытай, Корей, Жапон, парсы, араб және түрік тілдері. Наш факультет востоковедения поддерживает тесные контакты с вузами-партнерами в странах Востока, благодаря которым наши студенты имеют возможность пройти стажировки в странах изучаемых языков. Факультет востоковедения – это отдельный мир, где царит своя атмосфера. Несомненно, самое большое богатство нашего факультета – это наши высококвалифицированные преподаватели, отличающиеся высоким уровнем профессионализма. Отдельные слова благодарности хочется выразить декану нашего факультета Дэвен Динара Бахткерейқызы за открытый диалог со студенчеством, внимательное отношение к учебному процессу и творческой жизни студентов, а также защиту интересов факультета и воспитание чувства гордости за свою профессию. Here study the brightest, most active and positive students, and together we are all one friendly team who are ready to give a helping hand to each other at any time. At our faculty, many events have been and are being held, such as speaking clubs, movie times, and fairs. Once a year, our students go on tours such as Isik, Ой-Қарағай, and so on, which are organized by the Student Council. 在如此短的时间内，我已经学习并经历了许多新事物，并且发展得如此之快。我感谢大学为我提供的所有机会。东方系是一个非常热情的地方，从第一天起，我就在这里感到相敬如宾。大学一直是我一生中最美好的时光。在这3年里，我学会了很多东西，并且有很多乐趣。Each person has good memories of his student life. How we prepared for the session and how we passed and then celebrated in dormitory, how we gathered in dormitory and sang a song with a guitar, how we glued posters in our room, how we went camping. Really unforgettable memories.